Адамның өмірінде саяхат ерекше рөл атқарады. Саяхаттың мақсаты көрікті орындарды көру, демалу, дүниетанымды кеңейту, табиғатпен сырласу, мәдениетпен танысу, шынығу, ойлану. Менде саяхаттағанды жақсы көремін. Өскенде шетелді аралағым келеді. Мына суреттермен танысайық. Экспедиция. Ол тау-тасты аралау және зерттеу. Мынау сурет серуендеу деп аталады. Біз атпен және жаяу серуендейміз, таза ауа жұтамыз. Мына сурет саяхаттау. Біз шетелдердің мәдениетімен таныса аламыз. Мына сурет тынығу. Адам ойлану үшін, өз ойын жинақтау үшін тынығады. Мына сурет туризм. Біз көрікті жерлерді көру үшін туризмға шығамыз. Мына сурет демалу. Адамдар жақындарымен, достарымен көкке шығып, от жағып демалады.